Жұмыстың дұрыс жүруі үшін талап етілетін бірнеше шарт бар. Әуелі тапсырыс беруші тарап аудармашыға шара жайлы жан-жақты ақпаратты алдын ала беруі тиіс. Техникалық жабдықтардың кінәратсыз болуы да өте маңызды. Сонымен қатар бір шарада кемінде 2 аудармашы өзара ауысып қызмет етуі керек. Бірақ аударманың сапалы шығуы үшін мұның өзі жеткіліксіз. Көбіне аудармашылардың қиналатын себебі таңертең келеді, мысалы халықаралық шара ұйымдастырылып жатыр, бір министр немесе бір үлкен кісінің сөзі, оның сөзі алдын ала берілмейді, ол шығып, басын көтермей зырылдатып оқып шығады, ал оны оқыған кезде ол қабылдау үшін өте қиын. Мысалы, мен сөйлеп тұрған кезде сіздің миыңыз оны жақсы қабылдайды, менің сөзімді. Ал егер мен дәл сол сөзді зырылдатып, ешқандай мән бермей оқып шықсам, сіз үшін бұл бәрібір көп пайызы жоғалады ол ақпараттың. Жоғарыда